Қайырлы күн. Бүгінде маңызды тақырыпқа сөйлесеміз. Бізге сұхбат беруші білікті маман, уролог, андролог Дүйсенов Дәурен Сапаргелдіұлы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Алғашқы сұрағымыз урология саласын таңдауға сізге не түрткі болды және көпшілікке түсінікті болу үшін уролог маманы қандай ауруларды емдейтінін айтып берсеңіз? Урология маманда мен 15 жыл жұмыс істеймін маман ретінде. Бірінші жұмыстарым 15 жыл бұрын мен жаңа интернатура хирургия жағынан бітірдім. Сол хирургия интернатура өткен кезінде профессор және бөлім меңгерушісі осы урологияға кел бізге, осы біз ертең үлкен маман уролог боласың деп мені шақырды. Сол интернатура кезінде мен хирургиядан урологияға ауыстырдым. Сол кезден бастап уролог болып маман шықтым. Енді урология жағынан, урология ол өте үлкен сала. Сол урология бүкіл несеп жолдарының ауруларын емдейді бірінші рет. Екінші ол жыныстық жолдарын, еркектің жыныстық жолдарын емдейді. Және гинекология жағынан әйелдермен бірге өте тығыз байланысты урогинекология ауруларды емдейді. Сол. Сіз қазір хирургия мен урологияны қатар алып жүр екенсіз, иә? Өйткені мысалы егер жоғары айтсақ, мысалы нейрохирургтар ол жүйке жүйесін операцияға жасайды, жүйке жүйесіне операция жасайды. Біз урология жағынан именно сол жыныстық жолдарына және несеп жолдарына операция жасаймыз. Солмен біз уролог хирург болып жұмыс істейміз ретінде. Сонда күніне қанша және қандай операциялар жасайсыз? Күніне біз орташа есеппен 5-6 операция жасаймыз. Солардың ішінде көбінесе несеп жолдарына операция жасаймыз және 1-2 операция ол жыныстық жолдарына жасаймыз. Именно сол еркек жыныстық жолдарына біз операция жасаймыз. Күніне неше сонда шамамен? Күніне 5-6 операция жасаймыз орташа есеппен. Шұғыл келіп түсетін пациенттер түнде түседі, түнде де жасап жатасыздар ғой, сонда? Иә, әрине, бізде стационар үлкен, біз 24 сағат бойы жұмыс істейміз, сондықтан біз шұғыл көмек көрсетеміз күні-түні. Сізге сонда елордалықтармен қатар Қазақстанның өзге де өңірлерінен пациенттер келіп түсіп жатады, олар мәмс есебінен емделе ме сонда осында? Иә. Біздің Астана қаласына өте көп қонақтар келеді. Солардың қонақтар ауыр жағдайда болса, олар бізге келіп тұрады. Шұғыл ретінде біз оларға көмек көрсетеміз. Міндетті әлеуметтік медициналық жүйесі бойынша біз көмек көрсете аламыз, шұғыл ретінде көмек көрсете аламыз. Немесе егер шет мемлекеттерден келген қонақтар болса, біз оларға да көмек көрсетеміз, бірақ олар сақтандыру бойынша, өзінің сақтандыру жүйесі бойынша немесе ақылы ретінде біз көмек көрсете аламыз. Сонда мәмс есебінен азаматтар қанша ақшасын үнемдейді? Осыны айтып өтсеңіз. Тегін жасалады ғой оларға? Осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша біздің қандай нозологияларды емдесек, сол әртүрлі нозологияларға өзінің тарифі бар. Сол тариф бойынша осы мәмс есебінен алынады. Шамамен сонда қанша мысалы ақылы келіп емделетіндер мысалы? Орташа есеппен мысалы ақылы ретінде 200 мыңға дейін апарат, 200 мың теңгеге апарат. Сол 200 мыңнан 300 мыңға дейін мәмс есебінен төленеді әр нозология үшін. Және тағы бір осы жерде сұрай кетейінші, өзге өңірлерден де жаңа пациенттер келеді деп айтып өттік, оларда өңірлерде де жасалады ғой. Несімен ерекше осында неге жолдамамен Астанаға келеді бұл пациенттер? Әлде дәрігерді таңдай ма? Негізінде аймақтарда осындай бізде өте жоғары сапалы медициналық көмек көрсетеміз. Сол мысалы егер шет аймақтарды алсақ, оларда осындай жоғары медициналық сапалық медициналық көмек көрсетпейді. Сондықтан көп науқастар бізді біліп, бізді танып келеді бізге. Оқып, көріп дегендей,
Негізінде урология тек ер азаматтардың денсаулығымен байланысты деп жаңа түсінік бар, иә. Көбінесе ер азаматтарға жаңа жасаймыз деп айтып отырдыңыз, иә. Негізі әйел адамдарды да қарап жатады, иә. Қандай сырқаттар мазалайды оларды көбінесе урология жағынан? Урология жағынан әйелдер өте көп ауырады. Ең бірінші ауыратын орын ол бүйрек. Бүйрек аурулары, қуық аурулары, көптеген зақымдар бар, жарақат алуы мүмкін. Сол әйелдерде бізде жарты бөлімшеде, біздің бөлімінде именно урологиялық жағынан 2 немесе 4 палаталар ол әйелдерге арналған. Сол әйелдер бізде осы урологиялық жағынан несеп тас ауруларын емдейді, қуық ауруларын емдейді. Сол. Негізі уролог дәрігерге қандай жағдайда жүгіну керек? Мысалы, ештеңе мазаламаса, профилактика ретінде келіп қаралып тұру керек пе? Профилактика ретінде еркектерге 30-дан астам әр жыл сайын урологқа бару керек. Бару керек, е? Бару керек. Скрининг бойынша бізде қазір осы созылмалы простатиттер бар. Ол қуқасты бездің қабынуы. Сонымен қатар аденома деген ауру бар. Ол қуқасты бездің ұлғаюы. Осы көптеген аурулар несеп жолы бойынша бізге скрининг бойынша келеді. Несеп тас ауру ол бірінен бірі бола алмайды. Өйткені бізде эндемиялық жағынан суы нашар, су сапасы нашар. Сондықтан көптеген науқастар осы несеп тас ауруларымен ауырады. Елімізде қандай урологиялық аурулар жасарып барады? Көбінесе жастар қазір шалдығады деген. Жастар қазір ол бедеулік қой. Бедеулік өте көп. Бедеулік қазір жас балалар ауырады бедеулікпен. Оны апаратын жолы дұрыс тамақтанбау, сосын шылым тарту, ішімдіктерді ішу, спортпен шұғылданбау, қосымша қандай аурулар бар. Оған қарай өзінің туа біткен аурулары бар. Соған кіреді. Сонда ерлер жаңа 30 жасынан бастап қаралу керек деп айттыңыз, е? Егер де мазаласа, одан да ертерек, е? Қаралу керек. Поликлиникаға бару керек. 30-дан астам скрининг бойынша олар урологқа бару керек. 30 жасы, яғни сіз скринингпен байланыстырдыңыз, е? Ал мектеп жасындағы балалар, мысалы, боз балаларды қарап жатады? Біздің мысалы бізде призывной комиссия бар ғой. Сол призывной комиссия көбінесе осы мектептерде өздерін профилактика ретінде дәрігерлер қарайды. Көбінесе хирургтар қарайды. Сол жас өспірімдер бізде көбінесе варикоцелиямен ауырады. Варикоцелия ол иенектің сала тамырлардың кеңеюі. Соған көп шалдығады, яғни, пациенттеріміз. Осы жерде айта кетіңізші, ештеңеден қаймықпайтын, мысалы, қорықпайтын азаматтар, тіс дәрігеріне, урологқа баруға қорқады деуге болады, осыған қатысты сіздің ойыңызды білгім келеді. Не себепті қорқады? Өйткені біз... Мүлдем урологқа қаралмайтын азаматтар да бар, мысалы. Неге адамдар қорқады? Мысалы, ер адамдар неге қорқады? Өйткені анализ алғанда біз жыныстық жолынан аламыз еркектен. Ол ең нәзік, ең сезімтал, сондай мүшесі ғой. Сондықтан еркектер қорқады бізден. Ең басты себеп осы, е? Себеп осы. Урологиялық ауруларды уақытылы емдемесе қандай қауіп бар? Уақытылы емдемесе аурулар асқынуы мүмкін. Сол белсіздікке алып келуі мүмкін, алдында айтып өткендей? Бедеулікке, одан кейін қатты қабынуы, ол әрі қарай қабынса іріңге апару керек. Одан кейін үлкен операция жасалынады. Немесе мүшені мүмкін алып тастауды болуы мүмкін. Мысалы, егер бүйрек қатты қабынса, егер дәрігерден көмек алмаса, ертерек бүйрек іріңге айналады,
одан кейін ашып оны алып тастау керек. бүйректі. Иә, бүйректі. Немесе еркектер көбінесе мысалы орхоэпидемит деген ауру бар. Ол енектердің қабынуы. Егер ертерек көмек алмаса, немесе ертерек емдеу басталмаса, онда РНГ апарып, оны осы мүшені алып тастаймыз. Сондықтан ертерек бару керек. Егер мүше ауырса, немесе бүйрек ауырса, немесе қуық қасты без қабынса, оны сразу урологқа барып, ертерек емдеуді бастап, дұрыс болады. Ауруханаға осы ауру асқынып келетін пациенттердің саны көп пе сонда қазір? Өте көп. Бізде қазақтарда көбінесе адамдар асқынып, осындай асқынған жағдайда ғана келеді. Асқынбаса жүре береді. Дәрі ішіп, обезболивающий ішіп. Ешкім профилактикамен айналыспайды. Кім айналысу керек онымен? Мүмкін емханаға шақыру керек шығар. Оны бұл меніңше бұл емханалардың жұмысы, профилактикалық медицинаның жұмысы. Олар бізде арнайы жарнамалар болу керек, осы профилактика шақыру, немесе осы мәмс жүйесі есебінен алып, осындай олар өздерін шақырып, мысалы бір ай бұрын маған поликлиникадан дәрігер өзі звондады, бізге скринингке келіңіз деп өзі шақырды. Мен бардым, бүкіл анализді тапсырып, осы мәмс есебінен бәрі, осы ақылы емес, бәрі жақсы болып өткіздім скринингті. Яғни шақырған кезде ер азаматтар, әйелдер өздері бармау мүмкін деп айтып отырсыз, сонда? Әйелдер бармайды көп. Әйелдер барады, а ер кісілер олар бармайды. Көбінесе бара қоймайды. Көбінесе бармайды ер кісілер. Сонда түрлі аурулардың алдын алу үшін азаматтар қандай медициналық тексерулерден өтіп тұру керек? Алдын алу үшін? Түрлі аурулардың алдын алу үшін ол ең біріншіден қан анализ тапсыру керек, зәр анализ тапсыру керек, физикалық осмотр болу керек. Дәрігерлер өздері қарап, оны тексеріп, дұрыс болған байқау. Бүйрегінде тас бар екен дегенде жиі естиміз, жаңа алдында айтып өттіңіз, әйел азаматтар көбінесе жүгініп жатады деп, оны қарапайым адам қалай анықтай алады, қандай бір белгілері бар шығар мүмкін? Егер несеп тас ауруы болса, ол белгілері өте анық болады. А бүйрегінде болса ше? Бүйрегінде болса, онда ауырсыну үлкен емес болады. Ол жай сыздап ауырады. Ол үшін УЗИ тексергені дұрыс, бүйректің УЗИ түсіріп, анализ тапсырып, немесе ең жақсы және алтын стандартымыз ол КТ, компьютерный томография жасау үшін керек. Кішкене мазаласа, яғни өз үшін кішкене мазаласа, оған ең бірінші инстанция ол дәрігер. Дәрігер дифференциалдық диагноз қою керек. Ол диагностика жасайды. Бірнеше аурулармен салыстырып, оған арнайы анализ тапсырып, КТ керек болса, КТ жасайды, УЗИ керек болса, УЗИ жасайды. Одан кейін егер толық анамнез жинап, толық анализдерді тапсырып, ол толық диагноз қояды дәрігер. Содан кейін егер несеп тас ауруы болса, ол уже уролог дәрігерге алып жібереді. Немесе оған жолдама береді уролог дәрігерге. Көбісі біз ауруханаға сразу келеді, өйткені поликлиникаға өте үлкен мысалы кезек өте үлкен, кейбір уақыт жоқ деп ауруханаға келеді. Қазір қатерлі ісікті емдеуде медицина саласында көптеген ілгерілеу бар, жұмыстар атқарылып жатыр. Урология саласында қандай ілгерілеулер бар? Науқас бізге шұғыл ретінде түскен кезінде, немесе жоспар бойынша түскен кезінде біз оған қосымша зерттеуді жасаймыз. Егер қатерлі ісік тапса, біз ең бірінші инстанциямыз. Біз оған көмек көрсете аламыз, немесе онкологтармен сұхбат жасап, кеңес консилиум жасап, немесе онкологияға жібереміз, немесе өзіміз емдейміз. Сондай жағдайлар өте көп. Өйткені қатерлі ісіктер, мысалы қуықтың қатерлі ісіктері, бүйрек қатерлі ісіктері өте көп қазір. Еркектер жағынан қуық асты бездің қатерлі ісігі өте көп. Еркектер өте көп ауырады. Сол қатерлі ісіктерді біз өзіміз бірінші диагностикалық ретінде
биопсия алып анализді тапсырғызып, егер қателесік диагноз қойса, онда кейіннен біз онкологияға жібереміз өзіміз. Жақсы, рахмет. Дәурен Сапаргелдіұлы, жалпы бүгінгі сұхбатыңыз көпшілікке қызықты болары сөзсіз. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет үлкен.